арт-жағынан неткені, анжы-манжы таңшаңы, ары-жағы бақ бұршын, айтып ада биятқа, аңда тайың көп жүртін, қонқо деген шары бар, қопту дұшман бары бар, чумма-чум бар, қаққан бар, жылқылдашып жатқан бар, соласа деген жері бар, сонның қыла елі бар, дұчқа деген жері бар, алардың бары алла кең, біліп жүрген жені бар, барып келіп башаттан, баш болып жүрген жолы бар, қызмат қылған бұл күнді, қырғыз қолы бар, қырамана соры бар, аларды бағып тұрғанда, азыр қуғыз ұлының арылбаған шоры бар, қаққанды көздөй бет алып, қазат қылып жол салып, аманбет сырғақ кеткені, ақылға дыйқан әреңдеп, артынан көргін жеткені, қиқу кенті жол менен, Қытайға кеткен Аманбет, Құдайдан тиллеп көп медет, 4 ұғыздың балдары, 4 бөлініп қалғаны, 4-тің бірі қалмағы, теңге кірбей тіл албай, тен қадырын біл албай, қалмақ болып қалғаны, қалмақ емес Қытайға, қаналмаңын çalғаны, қара алман қара жұрт, қабырға қачан келер деп, қарышың жолын қалғаны. Күн мезгілі келіптір, айдан ай өтіп, ай мезгілі келіптір. Ошол кездер Манас 7-ге жашы толып тұр. Мұның қойылған аты жоң дінне, мұны чынына затын кім білді. 40 баланы 40 үйден Манас бір күні жинап алыптыр. Чоң Алтайдың далаға чоғылды ойын салыптыр. Қарағы Тайманжудан 80 бала барыптыр. Сес көрсетіп 40-на 80 ешіп қалыптыр. 80-нен еженен мұз қалмақтың жаңылы Манастың жолын тұрғыды. 80 бала оңбоды, қызы талақ бұрыт деп беркелерді қырдоды. Тендіп келген мұрыт деп 80 балаға чөріп, 40 балаға асылып, налайының 40-нын тізесі жерге бүгілді. 80 бала алдында желін болып жүмінді. Қарап тұрсаған жанын билегінен сап кеткен, жүрегінің қап кеткен, шырқырап қачып жүгірет, жүмін аяның дөбөлет. Балдармен теп тұрғаны 40 баланың 80-і, жалынса болбай ұрғаны, далқылары тұтылып, балдар илап ой бойлап, Манас тұрат қалмақтарды қойқойлап. Ей!